How do we know that the goals that we have chosen for ourselves Алға қойып көздеген мақсаттарымыздың өзімізге сай келетінін я келмейтінін қалай білуге болады? Және неге назар аударып, нені жақсартуымыз керек екенін қайдан білеміз? Бұл сұрақтың мәні мынада. Бәрін біліп тұруың мүмкін емес. Сондықтан өзіңе дұрыс болып көрінген нәрсеге ғана сену қажет пе? All of us are different. Every single one of us is unique. Бәріміз бірдей емеспіз. And every Біз single one of әртүрліміз. us has a destiny. Әрқайсымыз өзінше Every ерекше one of емес, us has және purpose әрқайсымыздың өз in тағдырымыз бар. our life. So the Әркімнің first көздеген thing we мақсаттары да, want to өмірге деген look at көзқарастары да is what әртүрлі. are the societal, Сондықтан ең бірінші назар аударатын нәрсе бұл әлеуметтік құндылықтар. that tell us Яғни қандай әлеуметтік және мәдени құндылықтар and what жақсы they өмірдің are не екенін көрсете алады. that you make a lot of Ал money, олардың мәні мынада: көп ақша табу, that you're бай болу, famous, атақты болу, жақсы көріну және жас көріну. young. I mean, these are all the things that are Осының бәрін мен мәдени мемдер деп So атаймын. what will happen is that these will pull you towards them. Өзіңнің интернет It's парақшаларыңнан, what you see on your теледидарыңнан, internet feed, it's what you see журналдардан on TV, осыларды it's what көретіндіктен, you see in сондай адамдар олар magazines, туралы it's what айтатындықтан, people are talking бұлар about. сені өзіне тартатын So болады. you have to distinguish, is this Осы my жерде calling сізге as мынаны well? түсініп алу керек. And Осы there may be құндылықтар some of маған them керек пе? that are your calling. I Оған mean, менің ықыласым бар ма? nothing wrong with Мүмкін олардың кейбіреулеріне financially сіз independent қызығатын шығарсыз. and having a Менің айтайын дегенім, successful life. қаржылық жағынан All those are тәуелсіз very болу good және things. жетістікте өмір сүрудің ешқандай да жамандығы жоқ. Beyond that, Мұның бәрі жақсы. what is it Бірақ that is олардан calling? өзге мені не тартады? What is it that- Мен that өмірімнің қандай my болғанын life қалаймын. wants to be? And Мұны the білу only үшін way оны that you өзімізден can сұрайық. approach that is, what would I Біздің love көңіліміз to do? неге соғады? What is it that Нені біз I сондай really ризашылықпен feel жасаймыз? that I'm Соны good at? анықтауымыз керек. Because Қай жағынан, қандай жұмыста мен wants күштімін? you to be Себебі successful. ғалам сіздің жетістікке Wants жеткеніңізді all of us қалайды. to be successful. Ол біздің That бәріміздің success жетістікке жеткенімізді is қалайды. ingrained Мұндай жетістіктер in біздің every денеміздегі single әрбір cell in клеткамызға our жазылған. body. It is wired in our Олар consciousness. біздің санамызға жазылып қойған. And so Осылайша біз because we're жетістікке жетуге wired for бейімделіп success, қойылғандықтан және and each әр one of қайсымызға us әртүрлі is дарын, seated әртүрлі with қалау different берілгендіктен, talents, different desires, then егер де ғалам if сіздің the жетістікке universe жеткеніңізді wants қалайтын болса, you to be successful, мен жалпы I'm қоғам емес, talking жеке personally сіз туралы айтып you, отырмын. not society, but if it wants Егер де you ол to be сіздің жетістікке successful, жеткеніңізді қалайтын болса, then онда ол саған obviously өзіңіздің it's going жасағыңыз to келген нәрсені ғана береді. something that you would love to do. Себебі Because сізге why would it ұнамайтын give нәрсені you берудің қажеті не? something that you don't enjoy? Why Сізге would it шамаңыз give келмейтін you нәрсені something бермейді. that is difficult? It wants you Ғалам to be сіздің жетістікке successful, жеткеніңізді and in қалайды, order ал жетістікке for қол you to жеткізуіңіз be үшін ол сізді successful, it жетістікке has to ынталандыруы керек. encourage you. And the way it does that Ал is it's something ол that you сізге love to do. өзіңіз ұнататын So нәрселерді what беру I арқылы солай suggest, жасап та жатыр. to my students always Сондықтан әрқашан өз шәкірттеріме өміріңнің әр кезеңінде көздеген мақсаттарыңды қайта ойластырып көріңдер деп кеңес беремін. Сіздің 20 жасыңызда көздеген мақсаттарыңыз 40 жасыңызға сай келмейтіні анық, ал 40 жасыңыздағы мақсаттарыңыз 60 жасыңызға сай келмейді. Бірақ бұл өте қарапайым. Кейде өткен айда қойған мақсатыңыз осы айда жарамсыз болуы мүмкін. Себебі осы айда сізде бір жаңа өзгеріс болуы, жаңа ой, жаңа идея келуі мүмкін. Мүмкін сіз бір нәрсені терең түсінген болуыңыз мүмкін, немесе сіздің алдыңыздан жаңа мүмкіндіктер ашылған шығар. Бұған мынадай көзқараспен қарау керек. Біріншіден, сіз үнемі дұрыс шешім қабылдай бермейсіз. Бұл қалыпты жағдай. Әдетте біз дұрыс емес қадам жасаған кезде,
егер біз өз-өзімізге сенімді болатын болсақ, мұны тез аңғаруға болады. Бәлкім 2 аптадан соң, мүмкін 2 айдан соң, сіз бірдеңенің дұрыс емес екенін аңғара бастайсыз. Осы кезде сіз өз түп санаңызбен байланысты екеніңізді ұмытпағаныңыз абзал. Өз түп санаңа жазып қоюға болатын сенімдердің бірі болып, мен әрқашан дұрыс шешімдер қабылдаймын деген сөз табылады. Бұл дегеніміз, егер де сіз қате шешім қабылдаған болсаңыз, мұны өте тез сезетін боласыз. 1-2 аптаның ішінде бірдеңенің дұрыс емес екенін бірден аңғара бастайсыз. Дұрыс емес шешім қабылдағаныңызға қапа болудың қажеті жоқ. Мұны желкенді қайықпен жүзу сияқты қабылдау керек. Өз басым желкенді қайықпен жүзгенді өте ұнатамын. Желкенді қайыққа отырған кезде, желкенді желдің бағытына қарай көтересің және көздеген жеріңе жету үшін желкенді ары-бері бұру арқылы қайығыңды бағыттайсың. Бұл кезде сенің бағытың ешқашан түзу болмайды. Моторлы қайық түзу бағытпен жүре береді, бірақ желкенді қайықпен сен әрқашан бағытыңды өзгертіп отырасың. Алдыға, қапталға қарай, желдің бағытымен немесе желге қарсы дегендей. Өмірде де дәл осылай. Біздің өмір жолымыз ешқашан түзу болмайды, ешқашан. Ол әртүрлі бағыттарда жүреді. Тіпті кейде керіде жүру мүмкін. Кейде қателіктер жасайсың, кейде дұрыс емес шешімдер қабылдайсың, бірақ мұның бәрі қалыпты жағдай. Мұнда тұрған ештеңе жоқ. Шын мәнінде өмірдің ағысы өзі осылай қозғалады. Сондықтан әрқашан өз-өзіңнен сұрау керексіз. Менің ішкі түйсігім не дейді деп? Мен өзімді қалай сезінудемін? Бәрі дұрыс жүріп жатыр ма? Әйтпесе, біз алдымызға әртүрлі мақсаттар қойған кезде, сол өзің таңдап алған мақсатыңа қарай жылжудан өзге нені сезесің? Сен өзіңді жайлы сезінесің бе? Өзіңнің дұрыс жолда екеніңді аңғара аласың ба? Немесе керісінше, мен нені қаладым? Соған қол жеткізім, бірақ қалай дегенде де бірдеңе дұрыс емес сияқты деп айтасың ба? Әрқашан өз түйсігіңізге сену керексіз. Өз интуицияңызға сену керексіз. Шешім қабылдаған кезде біз өз логикамыз бен түйсігімізге сенеміз. Логика бұл біздің санамыз, ал түйсік бұл біздің түп санамыз. Сіздің логикаңыз бен сіздің ішкі сезіміңіз, сіздің түйсігіңіз сізге бір нәрсені ғана айтып тұрса, онда өзіңіздің дұрыс жолда екеніңізге толық сенімді болуға болады. Егер де маған менің логикам бір нәрсені, ал түйсігім басқа нәрсені айтып тұрса, онда өз тәжірибем бойынша әрқашан түйсігімді тыңдаймын. Себебі ол көп жағдайда барынша дұрыс шешімдер қабылдайды. Сондықтан өмірге ризашылықпен қараңыз. Жетістіктерге жетіңіз. Түйсігіңіз дұрыс деп көрсеткен шешімдерді қабылдаңыз. Ал егер де олар дұрыс емес болып көріне бастаса, олардан бас тартып, әрі қарай алға жүре беріңіз. Осы қағидаларды басшылыққа алатын болсаңыз, сіз әрқашан дұрыс жолда боласыз және өзіңіздің осы өмірдегі мақсатыңызды табасыз. Өміріңіз қызықты да қуанышты болады, табысты болады. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін осы арнаға жазылуды, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.